Assalamualaikum Bajan. Короче, бүгін видео істейтін бар. Мен енді Free Fire'дан, короче, мен ютубтан жоғалып кеткен сол, короче. Ашып кетті. Неге десеңдер, просмотр жиналмайды. Видеоға идея таппасың, короче. Бүгінгі видеода мен просто сіздерге гильдиямды көрсетемін. Нойден гильдия аштым. Мен сіздерге айттым ғой, бір видеомда айттым мен сіздерге гильдия ашам деп. Крен битвер барма дегенде тек бір-екі адам айтқан. Сол бір-екі адам үшін гильдия аштым. Дамиды ғой ол бір адаммен тұрады деп. Гильдия аштым, короче. Айттым мен, айтқан орындарын гильдия ашам дедім. Аштым. Гильдияның аты Тосыба. Ашқанда бір-екі күн болған сияқты. Бір күндей болды әйтеуір. Никтің алдында Тосыба деп жазады. Тосыба. Осы мен кезінде гильдияда М7 деп алып қойған. Соны өзгертемін. Неге өзгертім берсе, өзгертемін. Бәріміз абамыз мынандай болады. Осындай. Кірін дейтіндер болса, осы видеоның астына, короче, айтып кетіңдер, өтем, анау мынау десеңдер, комната өздерінен, біріне 2 ком, енді 2 бас қой, 4 раунд, 2 бас, 2 комнатада победа еще. Победа алың көрсіздер. Гильдия, короче, офицер болам, анау-мынау десеңдер, гильдия бірші өтіңдер, скилларыңды қарайық, анау-мынау, автоевтеріңді қараймыз. Все, сол енді. Ол офицер болады енді гильдияда. Ал өтіп алыңдар. Офицер өзім таңдаймын ғой енді. Бірақ енді гильдияда енді заң дей ма, ереже дей ма, қалай айтсам болады. Гильдияның ережесі өте қатал сендерге айтайын. Еще мына Тосыба деген гильдия жалғыз емес қой енді. Мен тағы бір гильдия ашамын, Тосыба деп. Оны да дамытамын, біз гильдияны дамытайық, Тосыба 2 ашамыз. Оған да балдар жібереміз. Жастар сояққа жібереміз де, үлкендер сояқта атмамыз. Жастар өздері, ана Тосыбада 2-де болсын деп. Еще болсын. Мысалы, так, қандай болады, сен Тосыба 2. Просто Тосыба дейміз, ә? Так, Тосыба дейміз, ә? 2 болады үстінде. Осында гильдия болады. И все, осы анда проверка өтеді. Жастар. Мына гильдияда үлкендер болады, анада үлкендер деген нормально жастар енді, Тосыба 1-де. Бірші, осы гильдияны дамытайық, уровень 3-ке жетіп айық, сонда ана гильдияны ашамыз. Все, сол ғой. Өтем дейтіндер комментарий жазыңдар. Нормально. Мен өтем, доказса осы гильдияда болғым келеді. И еще мына гильдияда сендерге айтарым, менімен видео түсіруге болады, өздерімен видео түсіруге болады, TikTok сүресіңдер ме, YouTube сүресіңдер ме, бір-біріңді видео асырып. Мен TikTok каналымда да осының ассоциация кетеміз. Секусың. Ода мен қалай ютубта, короче, даму дегенде, ютубқа, короче, біреулерін білмейсіңдер ғой, ойдан бастағандарың, соларға біреу қалай қояды, бәрін үйретемін, короче. Сосын, Free Fire сүргенде қалай не істеу керек, соны бәрін үйретемін. Солай айтамын. Басты мына видеода еді проверка ғой. Еді гильдия крен дегесінде проверка ғой. Алғашқы 5 адам. И 5 адам дегенде мұнау. Короче, 6 болады. 5 адам, короче, кірсеңдер, тегін кіресіңдер. Тегін. 5 проверка, тегін. 5 адам. И алға проверка. Арғарай проверка. Видеоның аты Тоса, бүгін 16-сы. Білім осы видео қашан шығатын. Осы кешке шығатын ба, білмеймін. Сағат дейін қазір 9:30. Өтем дейтіндер, КВ шығамын дегенде, КВ-ға әрекетте бізге состав жинамайық. И тесті КВ-ға шығамыз. КВ турнирге қатысуымыз мүмкін. Турнирді айта алмаймын, бірақ қатысып қалуымыз мүмкін.
ал осы видео тосуға өтем, КВ шығайық, жиналып алыңдар деп жазыңдар комментария, өтем дейтіндер. Ал тиктокқа да саламын. Ал тикток надо тиктокқа тіркеліп кетір. Тиктокта 1000 подписчик етсек, и стрим ғой. Ода проверка бар, стрим проверка бар. Просто ютубтан сенсем стрим қатады. Тиктокта нормально сияқты. Ал давайте өтем дейсіңдер, кім шығамын десе атса жазып кетіңдер. Комната өзіңнен, и 4 раунд, и 2 комната победа болу керек. Ал 5 адам тегін ал үргендер. Осы комментария кім бірінші жазады? Короче, комментария жазады, менің крем тегін десеңдер, и болды. Қабылдаймын. Шақырамын өзімге запрос жасап. Ал давайте осы видеоның аты Тосова. Тосова келесі деп нетіп қоямын, атын қоямын.